English Language for Kazakhstan Grade 3 Activity Book Model 7 page 83, 84, 85. Саламатсыздар ма құрметті 3 сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге Activity Book 83 беттен бастап жаттығуларды орындайтын боламыз. Lesson 9, 9 сабақ Sounds and Words. Дыбыстар және сөздер. Exercise 1. Бірінші жаттығу Find the letters, write the words. Әріптерді тауып, сөздерді жазыңыздар деген. Бірінші суретке қарасақ, бұл жерде jam, J-A-M әріптерін қосып, jam, тосап деген сөзді шығарып жазамыз. Екінші суретте фургонның суреті тұр, я? V-A-N, van, V-A-N, van. Жазамыз. Ал үшінші суретте аяқтың суреті тұр. Біз аяқты ағылшын тілінде leg дейміз, leg. L-E-G, L-E-G, leg. Төртінші суретте ойыншық. Ол yo-yo деген ойыншық. Алдыңғы сабақтарда сіздер People's Book'та өткенсіздер yo-yo. Дәл осы сөздерді жазып алыңыздар. Келесі тапсырма exercise 2, choose and write. Екінші тоғда таңдаңыз және жазыңыз. First, what is it? Бұл не? It is a van. Бұл фургон, я? It is a van. Екінші, what is there on your leg? Сенің аяғыңдағы не? Аяғыңда не? Some jam. Бұл жерде тосаптың аяғына төгіліп кеткені көрініп тұр, я? Some jam. 3. What is there on the van? Фургонның үстінде не? A yo-yo. A yo-yo. Ол ойыншық. Фургонның үстінде ойыншық тұр, yo-yo деген. 83-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Енді 84-ші бет. Model check 7. Бұл 7-ші модуль бойынша бақылау сабағы. Vocabulary. Сөздік. Exercise 1. Read and match. 20 marks. Бірінші тоғда оқыңыз және сәйкестендіріңіз. Бұған 20 балл береді сіздерге. 0. Mirror. Ол picture D. Айна D суретіне берілген. First. Table. Үстел picture G. Second. Sofa. Divan picture I. 3. Cupboard picture E. 4. Mat. Кілемше picture J. 5. Lamp picture H. 6. Clock, сағат, picture C. 7. Chair, үстел, picture B. 8. Bed, төсек, picture A. 9. Armchair, кресло, picture K. 10. Cooker, газ плитасы, picture F. Grammar, грамматика байланысы жаттығу. Екінші жаттығу. Write the plurals, көпше түрде жазыңыз. 5. Clocks, 5 сағаттар. 2 babies. 5 buses. 4 watches. 6 glasses. 3 boxes. Біріншісі 2 babies, 2 сәби. Second, 5 buses, 5 автобус. Үшіншісінде 4 сағат. Төртіншісінде 6 шыны ыдыс. Бесіншісінде 3 қорап, қораптар. Келесі жаттығу exercise 3. Read and put a tick or a cross. 50 marks. Үшінші жаттығуда оқып, дұрыс деп галочка қоясыздар, немесе қате деп крестик қойып тастайсыздар. 0. There is a clock next to the box. Птичка қойып дұрыс белгілейміз. Бұл сағат қораптың жанында. First, there is a bookcase behind the mirror. Айнаның артында кітап сөресі бар. Бұны да дұрыс деп белгілейміз. Second, there is a lamp next to the cupboard. Шкафтың жанында лампа бар деп тұр. Бұл жерде шкафтың шам үстінде тұр. Сол үшін қате кросс белгілейміз. 3. There is a mat in front of the sofa. Диванның алдыңғы жағында кілемше бар. Бұл да дұрыс. 85-ші бетте жалғасы бар осы тапсырмалардың. Communication exercise 4. Төртінші жаттығу. Look, read and match. Қараңыз, оқыңыз және сәйкестендіріңіз. 50 marks. 0. What is your favorite street?
Сенің сүйікті көшең қандай? Дұрыс жауабы B варианты Green Street. Жасыл көшесі немесе Green көшесі деп айтсаңыздар да болады. First, where is my watch? Менің сағатым қайда? C жауабы дұрыс. Next to the book. Кітаптың жанында. Second, what is there in your bedroom? Сенің жатын бөлмеңде не бар? A big bed and a TV. Үлкен төсек және телевизор бар. Third question, how many windows are there? Ол жерде қанша терезе бар? There are 2 windows. 2 терезе бар. A жауабы дұрыс болады. Белгілеп немесе сәйкестендіріп жазып қоюларыңызға болады. Listening. Тыңдалым. Exercise 5. Listen and draw lines. Тыңдалымды тыңдап, сызықтарды сызыңыз деген. 5-ші жаттығуда сіздер ұстаздарыңызбен бірге тыңдалымды тыңдап, қай қыз немесе қай баланың қай бөлмені айтып жатқандығын табуларыңыз қажет. Бұл жерде үйдің бөлмелері берілген. Бірінші тұрған бөлме ол bedroom, жатын бөлмесі. Екінші тұрған суреттегі ол living room, қонақ бөлмесі. 3, үшінші суретте ол bathroom, жуынатын бөлме. Астындағы бірінші этажында тұрған ол kitchen, асхана. Одан кейінгі hall, коридор берілген. Кейін тағы да бірінші этажындағы living room, қонақ бөлмесі бар. Дәл осылай сіздер тыңдалымды тыңдап сәйкестендіріп шығуларыңыз қажет. Келесі тапсырма reading and writing. Оқылым және жазылымға арналған жаттығулар. Exercise 6. Look, read and write yes or no. 20 marks. 6-шы жаттығуда қараңыз, оқыңыз және я немесе жоқ деп жазуыңыз қажет. 20 балл беріледі сізге. 0. Cody and Carlos are in the living room. Yes. Cody және Carlos қонақ бөлмесінде. Суретке қарасаңыздар, Cody мен Carlos'тың отырғанын көріп тұрсыз, сол үшін не деп жауап берген. First, there is a ball behind Carlos. Суретке қарасаңыздар, Carlos'тың артында емес, доп жанында тұр, сол үшін no деп жауап береміз. Second, Chico is front of the sofa. Chico диванның алдыңғы жағында. Бұл дұрыс, yes деп жауап береміз. Үшіншісінде, there are 2 clocks behind the sofa. Yes. Диванның арты жағында 2 сағат бар деп тұр. Суретке қарасаңыздар, 2 сағат тұр. Сол үшін yes, я деп жауап береміз. Төртінші сөйлем, Cody is next to the table. Yes, я деп жауап береміз. Cody үстелдің жанында. Суретке қарасаңыздар, үстелдің жанында Cody отыр. 5. There is a lamp next to the table. No деп жауап береміз. Үстелдің жанында шам бар деп тұр. Бұл жерде үстелдің жанында емес, шам үстелдің үстінде тұр. Сол үшін no деп жауап береміз. Осымен 85-ші беттегі барлық тапсырмалар, 7-ші бөлім бойынша барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.